Ва алаштың баласа, бөлінбеген араса, көктегі мен жердегі, босаға мен төрдегі, жай қолыңды ниет қыл, мен батамды берейін, тілектес бол, кел бері. Әуелі берсін денсаулық, дерттен тәңір сақтасын, індет келіп мезгілсіз, есігіңді қақпасын, ертеңге бұрған атпасын, бір елде туған ұл мен қыз келсе алмай жатпасын. Біріне бірі ешқашан сыртынан жала жаппасын, ұрпағың болып санала, салтыңды біліп жаттасын. Оңыңнан тусын күнайың, ырысың тасып ылайым, көк байрағың желбіреп, бұзылмай тұрсын шырайың. Елжіреп тұрып жүрегім, наурызда соны тіледім, қабыл қылғай құдайым, әумин. Ассалаумағалейкум, ынтымағы мен бірлігі жарасқан Алаш жұрты. Армысыздар, қазақ елі. Күн нұрынан жер бусанып, қар көбесі сөгілді. Ізгіліктің, құт берекенің бастауы болған әз наурыз мерекесімен баршаңызды құттықтаймыз. Жанданып жаңаруға, ақ пейілге жол ашатын, татулыққа жетелейтін әз наурыз құтты болсын қалайық. Ақжеңеше, ниетіміз қабыл болғай, наурыз құтты болғай. Осындай ақ батадан кейін ару алматымызға барып, мұнан берекелі қаланы қайны, жеңге болып бір аралап қайтсақ қайтеді. Бәрекелді қайным, керемет ұсыныс. Кеттік онда? Жарайды, кеттік. Нағыз мейрам наурыз мейрамы. Сол наурыз мейрамымен бүкіл Қазақстан халқын мен құттықтаймын. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын.
жаңа жылда жаңа табыс келсін. Әсіресе өнер адамдарына үлкен шығармашылық тілеймін. Өздеріңіздің өнерлеріңізді халыққа беріңіздер. Барлық өнер халық үшін. Әр уақытта халықтың алдында үлгі көрсетіп жүретін өнер қайраткерлері. Сіздер аман болыңыздар. Табыстан табысқа жете беріңіздер. Жалпы еліміз үлкен мемлекеттердің қатарына қосылып, ел абыройы бүкіл әлемде даңқы көтерілуін тілеймін. Елімнің келешегін тілеймін. Келешегін мықты болса екен деймін. Сондықтан мен сіздерді тағы да ұлы мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Ақ мол болсын. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Әз Наурыз құтты болсын. Халқым, елім, Наурыз келді. Өзіміздің жаңа жыл келді. Жақсылық мол болсын, табыс мол болсын, уайым қайғы жоқ болсын. Өткен жылы бәрімізге қиын жылы болды. Сиыр жылы келді. Сиыр деген берекелі жануар ғой. Сондықтан биылғы жыл берекелі болсын, мерекелі болсын, үмітіміз ақталсын. Ата-бабаларымыз айтқан қой үстіне боз торғай жұмыртқалайтын заман келсін. Елім, жерім, халқым аман болсын. Қай сала болмасын, өнер, білім, ғылым, алға Қазақстан деймін. Da 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 li da da kulay li da da kulay lay. Ha da 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 li da da kulay li da da kulay lay. Ha da da li da da li da da li da 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 da. Ha da 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 da. Алғалқа келді кезің жайнайтығын бұлбұлдай, бақшадағы сайрайдың өнердің қиясына шыққан сайын болады, тай тастан табан таймайтығын. Жөнелдім желдірмемен желді есіп қырандай, аспандағы самғайтығын тізейін, өлеңімді меруетті есінен жұртшылықтың қалмайтығын. Дабылпаздай шарықтаған екпінім, самолетті заулайтығын өнерлі, жастарымыз үйреніп әнеді желдірме аттай. Самғайтығын гигигига, 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 гигигига. Көрдің беу қарағайдың еркесіне, Исаның шығып кетті желкесіне, домбыра екі шекті 14 бұнақ арқаның, кез болдым ғой серкесіне толқынын. Топшыменен қағайырып өнердің, мен жүзейін өлкөсіне самғайын, қанатымен желі еріп, қонғандай оқ жетпестің. Өркешін аяу, гигигига, 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 гигигига. Осы Наурыз деген отбасылық мереке ме, жоқ әлде? Жалпы жеңге менің түсінуім бойынша бұл отбасылық мереке. Дегенмен де сол отбасымен ғана шектеліп қалмай, алыс жақындағы туған туысқанды, дос бауырды, нағды, жекжат жұрағаттар алап, оларды әз Наурызбен құттықтау үлкен мәртебе. Бірақ жеңге, бүгінгі әз Наурызда қайынның өзіңе деген әдемі ұсынысы бар. Қандай? Біздің Алматыдағы қазақ өнер шеберлер орталығына барып, жақсылап бір қайынның жеңге болып саяхаттап келсек қайтеді. Керемет ұсыныс. Олай болса, кеттік пе? Қарсы емес пе? Кеттік. Құрметті көрермен, әз Наурыздың қарсаңында әппақ жеңгеммен бірге қыз шебері Даниярдай бауырымызбен таныс болдық. Данияр, ассалаумағалейкум, тағы да келіп жеткен мереке құтты болсын. Құтты болсын, рахмет. Бір сұрақ қойсам бола ма? Әрине. Енді біздің естуімізше шеберлердің осы саз балшықтан жасаған әрбір өнімді өмірге алып келу үшін оған сондай бір ерекше ілтипат, махаббат керек, өйткені саз балшықтың жаны бар деп жатады. Қаншалықты ол рас? Әрине ол рас. Егер бұл саз балшықты сезініп және де бір ынтамен жасамаса, ол күйдіру кезінде сынып кетуі мүмкін.
Сондықтан бұған аса мұқият және сезімталдылық өте қажет. Біздің жанымызда тұрған мына өнімдердің барлығы сенің қолыңнан шыққан ба? Бұл жердегі өнімдердің барлығы менің қолымнан шыққан. Мен қазір анау киіз басатын қыздарыма, замандастарыма барып келуім керек. Солармен әңгіме дүкен құрып келуім керек. Жеңеше, былай келсейік. Наурыздың құрметіне сіз маған киіз басып, әдемі алаша, не болмаса сырма бір дүние жасай беріңіз. Мен сізге әдемілеп құмыра жасап. Келістік. Ал жақсы. Іске сәт. Рахмет. Данияр, ол қаншалықты мүмкін өзіңмен бірге бірлесіп бір зат жасап көрсем бола ма? Әрине, міндетті түрде қолыңызды суға малып отырасыз. Немесе сазға қолыңыз жабысып қалуы мүмкін. Қазір сіз педальді баса отырып, саздың тура ортасын тауып алыңыз. Және де сол қолыңызды осылай ішіне, оң қолыңызды сыртына қоясыз да, екі қолыңызды тең ұстап, жоғары қарай көтересіз. Сол қолымды ішіне қоясыз былай. Оң қолыңызды сыртына. Жоғары қарай. Қолыңызды жоғары көтере беріңіз жаймен. Сулаған кезде қолға сондай әдемі жақсы епті болады екен. Қолыңызды жоғары қарай көтере бересіз. Енді қолыңызды ала тұрасыз қазір. Енді осының басын шығарасыз. Ол үшін насаусағыңызды осында, екіншісін үстіне қойып, сыртқа қарай басын шығарасыз. Қазір сіздің жасағаныңыз қымыз құюға арналған бір табақ десек те болады. Жеңешеме мен қымыз құятын табақ жасадым деп мақтансам болады екен, Енді бұның сыртын жақсылап тазалап аламыз. Дайын болғаннан кейін астын жіппен кесіп аламыз. Ой, бәрекелді. Данияр, жалпы бұл өнерге сені үйреткен ұстазың кім? Мен осы өнерге үйреткен ұстазым ең алғаш Марат Сәрсебаев деген кісі болатын. Ол Қазақстандағы ең мықты қыз шебері. Ең басты, Данияр, тағы да келіп жеткен әз наурыз құтты болсын. Рахмет. Ісіңе береке, бірлік берсін. Тек қана біз сенімен мақтанып жүре берейік. Қолыңа қуат берсін. Рахмет. Көп рахмет. Сізге де рахмет. Бала кезде киіз басқанды көргенмен, әжелерімнің. Киіз басып жатқан, сол киізде талай ойнап, асыр салып, біз көріп үлгірдік. Сол киізді қазір жасау әдісі сіздерде бар ма? Сіз соны қалай жалғастырдыңыз? Қашан жалғастырдыңыз? Біздің ата-бабамыз киізді не үшін пайдаланды? Тек қана мысалы өзі киіз үйдің өзі киізбен жабылған ғой. Киіз үйдің ішінде текемет, сырмақ, түскиіз, бәрі киізден. Киіз үйдің ішінде еңбектеп өстік деуге болады ата-бабамыз. Қазір ол ұмытылғаннан кейін біз осы неге бұл киіз қазірде қолданбасқа деп ойландық. Өзім көп шетелге барып жүрген кезде шетелдіктердің осы киіз басып, өздеріне сувенир жасап жүргенін көріп, таң қалып, неге бұл Қазақстанда жоқ деп келіп, осы жерде осындай амбициозный осы киізді қайта жаңғыртамыз деп шыққан. Сонда олар оқып үйреніп алған ғой? Олар сұрағанда мен бір неміс әйелінен қайдан сіз бұны білесіз дегенде, анау бір Түркменстан ба, сол жақтан әйтеуір Орта Азиядан келген нәрсе деп. Жоқ, оны деген бұлар зерттеп, бұның неге қызығушылық тудырған бұл Европада. Өйткені бұл табиғи материал, органикалық материал. Екіншіден экологиялық таза. Үшіншіден бұл денсаулыққа пайдалы. Дұрыс. Айгүл жаңамен келген кезде сіз мына жүннен әдеміле бірдің үстіне бірін бүйтіп текшелеп салып жаттыңыз. Қандай бұйым жасайын деп жатырсыз? Бұл енді қазір сіздерге көрсетуге кішігірім бұйым. Мынандай бұйым болады, шынын айтсам. Жүн салып жатырмын. Бұл деген енді мына біздің текеметтің прототипі деуге болады қазақтың. Сондықтан мен қазір жүн салып жатырмын. Жүнді міне осы қазақстандық жүн қазір. Меринос қойдың жүні тазаланған фабрикадан. Біздің әжелеріміз кезінде оны өздері жуып, өздері түтіп, сөйтіп не қылатын. Қазір сіз енді дайын былайша айтқанда өнім. Бірақ дайын аламыз. Дұрыс қой енді. Өйткені бұл деген сапа. Әрине заттың сапасына міне көрдіңіз ба? Және жүнді салып жатқанда міне адамның шеберлігіне байланысты. Бәр жері бір қалыпты, бірдей, шеті деген көрдіңіз ба? Кейбіреулер бізге келіп сұрайды, мынау қай станоктан шықты деп. Міне станок деген қолымыз.
осының бәрін қолмен келтіре алған нағыз шебер болады. Сипалап әр сантиметрін сулағаннан кейін ары бері, мынау мысалы симметрия деген ол қазақтың ойының философиясы, оюының. Сондықтан ол симметрияны бұзып, оюдың мәнін, жөнін бұзып кетсек, тағы да қисық-мисық жаман нәрсе болады. Мысалға, осыны қанша уақытта дайындауға болады? Енді мына кішкентай заттың өзіне бір күн кетеді. Енді кішкентай бұйымдарға осындай бір-ақ күн кетсе, кейбір үлкен бұйымдарға, мысалы текеметке, осы киімдерге бір апта. Мысалы жаңағы үлкен текеметті 2-3, 5-6 адам жасау керек. Оған күш керек, бәрі деген бірдей елену керек бәр жері. Сондықтан біздің әжелеріміз, апаларымыз да оны әнмен керемет бірге жұмыс жасаған, ауысып тұрады орындары. Сондықтан осы қазақтың қол өнерін қазір қайтадан жаңғыртып, оны ары қарата дамытып, заманауи заттар жасап, бұрын өзімізше киізді менсінбей кеткен заман болды. Қазір енді киізді мода жасадық соған. Арманымсың жаңа жылым, арналады саған жырым, айналаңа қара күнім, әсем қандай дала бүгін. Наурыз, наурыз, наурыз көктен, күн көзімен нұрын төккен, құтты болсын келді көктем, көктем. Наурыз, наурыз, наурыз көктен, күн көзімен нұрын төккен, құтты болсын келді көктем, көктем. Наурыз көже дәмді қандай, қылы шұбат тәтті балдай, жайлауымыз сұлу жайдай, көңіліміз қонығайдай. Наурыз, наурыз, наурыз көктен, күн көзімен нұрын төккен, құтты болсын келді көктем, көктем. Наурыз, наурыз, наурыз көктен, күн көзімен нұрын төккен, құтты болсын келді көктем, көктем. Құлпырады гүлді бақтар, жайқалады қызғалдақтар, жыл тойысың есте сақтар, мерекемсің мәңгі мақтар. Наурыз, наурыз, наурыз көктен, күн көзімен нұрын төккен, құтты болсын келді көктем, көктем. Наурыз, наурыз, наурыз көктен, күн көзімен нұрын төккен, құтты болсын келді көктем, көктем. Наурыз, наурыз, наурыз көктен, күн көзімен нұрын төккен, құтты болсын келді көктем, көктем. Наурыз, наурыз, наурыз көктен, күн көзімен нұрын төккен, құтты болсын келді көктем, көктем. Құтты болсын келді көктем, көктем. Бүгінгі мынау ұлыстың ұлы мерекесінде басымыз қосылып, осылай бір жақсы көңіл күйде тұрмыз. Келіп жеткен ұлыстың ұлы мерекесі, наурызымыз барша мұсылман қауымына, қазақстандықтар баршаңызға құтты болсын деп айтқым келеді. Қыздар, біз қазір жас зергердің шеберханасында тұрмыз. Менің алдымда тұрған жас зергер
Жандос, амансың ба? Бұл жерде салып жатқан бұйымдардың барлығын біз өзіміз жасаймыз, өзіміз қолдан жасаймыз, өзіміз сызамыз, өзіміз жонамыз, өзіміз құямыз деген. Демек, өздеріңіз суретін саласыздар бірінші, одан кейін оны өңдеп, осындай әдемі зергілік бұйымдарды ұсынамыз. Сонда мынау неден жасалған, қандай металдардан? Біз жалпы металдың көптеген түрін қолданамыз. Қарапайым металдардан бастасақ, өзіміздің мыс, мельхиор, латунь деген сияқты. Ал енді дәстүрлі өзіміздің бағалы металдарымыз бар. Олар күміс, алтын. Енді өзіміздің күміске жететін ештеңе жоқ қой әрине. Мына білезікке көзім түсіп тұр. Мына білезік қандай металдан? Күміс ау деймін? Бұл білезік таза күмістен жасалған. Бұл жерде қарап тұрғаныңыздай қазақы оюлармен нақышталған, яғни қазағымыздың дәстүрін жалғастыру мақсатында осындай нұсқада көптеген нұсқалар жасаймыз. Бұл жерде салынған тасы, бұл сердолик тасы, ақық деп атасақ та болады. Неге ақық деп айтсаңыз, өйткені бізде қазақта ақық тасын жақсы бағалаған, оның тіл көзден сақтайтын емдік қасиеті бар деп қазақтарымыз сенген ертеден. Қазірдің жастарымыздың қызығушылығы артып жатыр ғой. Сондықтан осында қазақы вариантты, қазақы нұсқадағы бұйымдарды ұсынуға болады. Мұны қазір менің көзім түсіп тұр, өте әдемі, жаңағыдай заманауи жасалынған сияқты. Бұл заманға сай етіп жіңішке қылып жасағанбыз. Әрине оны күнделікті өмірде тағып жүруге ыңғайлы болу керек бұл зат. Қолыңа күш қуат берсін. Домбыраның дауысының өзі адамның тембрындай неше түрлі болады деп жатады. Ол неден пайда болады? Ол домбыраның жасалуына ма, жоқ ағашына ма? Ол неліктен? Жасалуына да, сосын ағашына да байланысты. Ал сіз ағаштарды қайдан аласыз? Ағаштарды, ағаштар осы жергілікті қайың ағаштар, ал мынау шетелдік ағаштар, қарағаштар. Бұл қарағаш біздің Қазақстанда өспей ме? Бұл қарағаш жоқ, бұл Қазақстанда өспейді, бұл африкалық қарағаштар дейді. Иә. Эбен деген ағаш, тығыздығы өте жоғары. Осы ағаштың төресі деуге де болады, бұл суға батып кететін ағаш, қатты тығыздығы бар. Солай ма? Енді бұның дауысы бет тақтайына байланысты негізі. Бет тақтайы. Осы бет тақтайы өзіміздің осы тянь-шань шыршаларына салынады. Шырша ағашына. Кез келген ағаштан сала беруге болмайды. Бұл ағаш бір кем дегенде бір 50 жыл көлеңке жерде кепкен ағаш болу керек. Солай ма? Мен енді домбырада дәулескер күйші емеспін, көрсем бола ма? Болады, ойнап көріңіз. Бұл міне жері әлі тесігде ойламаған екен. Әлі тапсырыс. Бұл әлі бұл сүйектеледі, ірі қара малдың сүйегіне сүйектер салынады, күміс салынады. Бұл үлкен бір тапсырыспен жасалып жатқан домбыра. Бәрекелді, көрейін. Көріңіз. Айтыңызшы, осыған сізді жетелеген не нәрсе, не болмаса, қандай ұстаздан осындай шебер болып шыңдалдыңыз? Ұстазым Жолаушы Тұрдығұлов. Жолаушы ағамыз жақсы білеміз ғой. Жолаушы ағаның шәкірті боламын, сол кісіден үйрендім. Енді осы ағаш өнерімен айналысу арманым болған. Олай болса, Мақсатжан, мен не айтам? Әз Наурыздың тұсында сізге айтарым, сіздің жасаған әрбір өніміңіз, біздің қасиетті қара домбырамыз, қазақтың әр шаңырағында, яғни босағасында емес, төрінде болатын болсын деп ниет айтқым келеді. Наурыз құтты болсын, ел жұрт аман болсын. Ісіңізге сәттілік. Сарауызды балапандар өріп, сарыуызды молшылық келіп, қағанағымыз қарық, сағанағымыз сарық болатын жыл болсын. Керегеміз кең болсын, төрт құбыламыз тең болсын, игілігін ел көрсін, Наурыз құтты болсын, ағайын. Мінеке келіп жеткен ұлыстың ұлы күні баршамызға құтты болсын, құрметті қазақстандықтар, қазақ елі. Әр отбасына, әр қазақстандыққа Наурыз мерекесі тек қана жақсылығымен, берекесімен, қуанышымен, жақсылығымен келсін. Құтты болсын Наурыз. Байқайсың ба? Мына жердің аурасы да бөлек сияқты ма, қалай өзі? Қарап отырсаңыз, мұның барлығы түркі халықтарының аспабы ғой. Иә. Дегенмен де әз Наурызды, Наурыз мерекесін бүкіл түркі халқы тойлайтын, оны да жақсы білеміз. Әрине. Мына жерде қызметкерлер бар шығар таныстыратын, Міндетті түрде бұл табылған ақыл жеңге. Музейдің гидіне барып жолығып, сол қызметкер бізді толығымен ақпарат беріп таныстырса тамаша болады. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Біздің музейге қош келдіңіз.
Сара болады. Мен сіздерге осы залды таныстырып кетейін. Бұл зал негізінен түркі тілдес халықтардың аспаптары залы деп аталады. 6-шы залымыз біздің музейдегі. Негізінен Наурыз мерекесі ол түркі тілдес халықтардың ортақ мерекесі болып табылады. Өте ұлы осы мереке барлық осы өзбек, ұйғыр, түркмен, Азербайжан елдері, барлығы қырғыз елдері бірге тойланатын үлкен ұлы мереке болып саналады. Сара, мына залға келгенде арқасы қозбайтын қазақ жоқ шығар. Негізінен бұл зал мемориалды зал деп аталады, және де музейдегі ең құнды зал болып саналады. Себебі 19-20 ғасыр өздеріңіз білесіздер алтын ғасыр деп есептеледі. Сол ғасырда жаңа қазақ халқының мәдени деңгейін жаңа осы деңгейге көтерген кісілердің барлығы осы ғасырларда өмір сүрген. Сол кісілердің, белгілі кісілердің осы жерде домбыралар, ұстаған домбыралары осы жерде қойылған. 24-ке жуық домбыра, бір домбыра ғана ол Құрманғазы Сағырбайұлының домбырасы ғана көшірмеде болып табылады. Қалған домбыралардың барлығы түп нұсқада сақталады. Түп нұсқада. Мысалға айтатын болсақ, ең көне домбыра, соның ішінде 1804 жылы туылған, Батыс Қазақстан өңірінде туылған Махамбет Өтемісұлының домбырасы. Ол белгілі ақын, күйші, батыр, яғни Исатай Тайманұлының отаршылдыққа қарсы осы күресінің басшыларының бірі болған кісі ғой. Өзінің жаңағы қиыл қырғыны, өкініш, Исатайдың Ақтабан-ай деген күйлері бар. Сол кісінің белгілі домбырасы. Негізінен домбыраның осы музейге келгені өте бір қызық жағдай. Себебі бұл домбыра бір музыкантта болған, Арыстан Баталов деген. Ол кісі қайтыс болғаннан кейін оның жаңағы туысы Қатепке беріледі. Қатеп ол домбыраны алып Қызылордаға кетіп қалады. Солай Сейтек Оразалұлы бар ғой, белгілі. Сол домбыраны іздеп Қызылордаға барады. Солай 2 күн осы Махамбеттің домбырасында ойнап, өзіне жаңа сыйлық ретінде сұрағанымен оны қажет бермейді. Солай қажет қайтыс болғаннан кейін оның туысы Қатепке беріліп, Қатеп оны Ресейге алып кетеді. Солай ол біраз Ресейде осы қарт кісінің үйінде сақталып, кейіннен осы 1980 жылдардан кейін ғана осы музейге реставрациядан өтіп берілген екен. Келесі домбыра бізде Абай Құнанбайұлының домбырасы. Өздеріңіз білетіндей ұлы ақын, философ, осы қазақ халқының... Бұл да түп нұсқа ма? Иә, түп нұсқада сақтаулы. Домбыраны көріп тұрғандарыңыздай формасы қалақша тәріздес. Қалақша домбыра, яғни шығыс өңірінде осы қалақ домбыраны қолданған. Және де осы Абайдың домбырасының бір ерекшелігі оның жаңағы ішектерінде, яғни ол шекті болып табылады. Өздеріңіз көргендей, домбыраны Абайдың өзі және де ұлы екеу бірге, Ақылбай екеу қолданған. Көздері тырыс кезінде кейіннен Ақылбай мен Абай қайтыс болғаннан кейін Ақылбайдың ұлы, яғни Абайдың немересі Исраильға берілген. Исраиль осы домбырада, осы белгілі жаңағы халықаралық конкурстарда осы домбырамен ойнаған екен. Кейіннен осы Исраильдің қыздары оны Семейдегі мемориалдық мұражайға өткізеді. Кейіннен осы музей ашылғаннан кейін осы музейге алдыртылады. Және де осы Қазақстанда тағы да 4 көшірмесі бар. Осы Наурызды пайдаланып, өзімізде мына қазағымыздың ұлт аспаптар музейіне келгеніміз қандай жақсы болды мына мұражайға. Әйтпесе қолда тимейді ғой. Шынымды айтсам бар ғой, мен бір ерекше сезімде тұрмын да. Қандай бай біздің қазақ халқы неше түрлі ұлттық аспаптарға. Менде жеңеше таңым бар. Осы біздің саяхатымыздың әз Наурызбен тұспа-тұс келуі біз арқылы біздің көрермендерімізде қаншама жақсы ақпараттар алды. Дегенмен де бұл ақпаратпен ғана шектеліп қалмай, бүгін таңда осы аспаптарды біздің бауырларымыз бүгін таңда қалай пайдаланып жүр. Бір жақсы шығармаға кезек берсек қайтеді.
Қадірді қазақ елі, ұлыстың ұлы күні әз наурыз құтты болсын. Мың өліп, мың тірілген қазақ жұрты дүниенің талай қиындықтарын көрген. Соның бәрін жеңіп келді. Осы тұрған мына пандемия, оны да жеңеміз. Наурыз бізге өзінің берекесін, шаттығын, байлығын ала келсін. Ақ мол болсын, ақ арманымыз, ақ тілегіміз орындалсын. Ұлыстың ұлы күні әз наурыз құтты болсын. Біз біргеміз. Қосамын әнгатыңды, тосамын әр қатыңды. Сағындым алмабағын, арайлы алматымды демекші, гүл жайнаған мінекей көктем жетіп, алматымыз гүлге оранып, наурыз мерекесі келіп жетіп отыр. Құрметті ағайын, мен шын жүрегімнен, шын ниетімнен, өз атымнан, бүткіл өнер азаматтарының атынан сіздерді келіп жеткен наурыз мерекесімен құттықтаймын. Әппақ жеңгем, ақ жеңгем, тәтті жеңгем, жан жеңгем, әттең білмейсің ғой менің наурыз көже ешкім кеп тұрғанын. Сенің қолыңнан бір наурыз көже ішсем, менде арман болмайды еді, бірақ сенің қолыңнан келмейді жасап. Ай, мына жүгірмек не деп тұр, е? Мына елден ұялсаңшы. Ай, айналып қана кетейін. Бәленбай жол бір әулеттің келіні болып жүрміз ғой. Мен тіпті керек десек наурыз көжені таң сәріден дайындап қой. Енді осы жерден тоқтай қал жеңеше. Айтқан сөзің рас болса айтшы. Наурыз көже қалай дайындалады және оған не қосылды? Ой, айналып қана кетейін, мынау мен тіпті менен емтихан алып тұр ғой кәдімгідей. Жүгірмек бер қара. Наурыз көжені әр адам өзінше дайындайды. Оған сендік. Ал міндетті түрде 7 дәмнен тұру керек. Жеңеше, одан да осы сөзді біз өзіңнен емес, елге кейуана атанған менің әппақ әдемі әжелерімнен барып сұрасақ, бәріміз олжалы болатынымыз сөзсіз. Ай, сырбас қайным, айтпақшы сол әжелерің қайда сенің әппақ? Жүр, мен саған көрсетіп көрімдігін алайын, кеттік олай болса. Ассалаумағалейкум менің аппақ әдемі апаларым. Амансыздар ма, апалар? Ал енді міне әз наурыздың қарсаңында мінекей дастарханның үстінде тұрған қасиетті дәм, тілеу көжеміз қалай дайындалады? Соны жанымызда тұрған жас жеткіншектер де біліп жүрсін. Сол көжені қалай дайындалатынын айтып берсеңіздер жақсы болатын еді. Иә. Ал енді тілеу көжені дайындайтын тәсілін біз айтайық енді. Алдымен суға балалар тұз саламыз кішкене шамалап. Тұз дегенің енді астың көркі ғой. Қыз бала елдің көркі болса, тұз астың көркі дейді. Шамалап қана саламыз. Себебі біз қыстан қалған міне жал жая сүрленген етті бір пісіріп аламыздағы, сүзіп оны бөлек аламыз балалар. Онан кейін біз дәндақыл салуымыз керек бұл суға. Қандай дәндақыл әкілдіңіз? Ал енді жаңа апаларың айтқандай сорпамыз дайын, етіміз дайын. Дастарханның басында бидай тұр, қарақұмық тұр, қатығымыз тұр, ана жерде. Осының барлығын қазір саламыздағы наурыз көжемізді дайындаймыз балам. Әже, неге 7 дәмнен? Айналайын, сол 7 деген сан қазақ баласы үшін өте бір киелі сан. Біз айтамыз, 7 атаңды біле жүр дейміз, үйретеміз. Біздің парызымыз ол. 7 қазына бар деп үйретеміз сендерге. Енді 7 шелпек пісірміз қала берді. Сондықтан 7 деген сан біз үшін, қазақтар үшін өте киелі сан. Сондықтан 7 тағамнан тұру керек бұл. Әже, көжеге құрт қосыла ма? Ой, балам, енді наурыз көженің өзінің дәмі кішкене қышқыл болуға тиіс. Сондықтан да мүмкін біз сүрет қосатын шығармыз. Әрине, міне мен алдымда тұрғаны қатық. Айран бола ма, қатық бола ма, шалап бола ма, құрт та қосылуы мүмкін ғой. Ол қышқыл болу керек, наурыз көже. Сондықтан әрине қосамыз біз. Ал енді, міне егерде осып, қазір пісіріп мына дәндерді алып, мына ет тура алып, оны қосып, мына шалапты қосып, содан кейін араластырып, сендердің ауыз түйлеріңі болады енді. Наурыз сондықтан міне бізге жетті, наурыз құтты болсын. Наурыз құтты болсын.
не деген дәмді көже мынау. Иә. Апалар өте дәмді екен, шынымен де. Көжеге мен ерекше мән берем. Тіпті менің балам да таңсәріден тұрып алады да жиырмекісі күні. Ас үйге кіріп, наурыз көже іздеп жүреді ғой. Айтпақшы, жеңеше, бала демекші. Бізді балалар қуыршақтар театрында күтіп қалды. Одан да әжелерімізге рахметімізді айтып, тағы да жаңа жылмен құттықтап, біз жүрейік. Дұрыс. Ал апалар, әрқашанда тек жақсылықпен жолығайық. Наурыз құтты болсын, құт берекесімен келсін бәрімізге де. Әз наурызымыз тек қана жақсылығымен бізге жақсылықтың жаршысы болсын. Аман болайық. Ал балалар, наурыз мерекесі кезінде кім қандай қазақтың ұлттық ойынын біледі? Иә. Асық ату, ләң тебу, алға тартыс, етек-етек, арқан тарту, қыз қуу, сақыр теке. Ай, жарайсыңдар. Ал ендеше балалар, наурыз думанымызды арқарда жалғастырамыз. Әрине. Беу туған өлкем, қазағым жайлаған, кен қойнауымда қазаны қайнаған. Сен жұмақтайсың, арысқа байдалам шіркін, сендей жүр қайда бар. Мерекелі туған жерім, мерекелі туған жерім, тулатқан тойына дүниең жаңарда. Бөлек тұрған шапағатың, баурап алды махаббатың, таңылдырып ғаламды, жарқырай бер қазақ Беу туған өлкем, қор гүлім жайнаған, бау-бақтарында бол сайраған. Мен шапқауында оңтүлік ойнаған, қор гүлі жайнаған шіркін, сендей жыр қайда бар. Мерекелі туған жерім, мерекелі туған жерім, тулатқан тойына дүниең жанарда. Бөлек тұрған шапағатың, баурап алды махаббатың, таңылдырып ғаламды, жарқырай бер қазақ Мерекелі туған жерім, мерекелі туған жерім, тулатқан тойына дүниең жанарда. Бөлек тұрған шапағатың, баурап алды махаббатың, таңылдырып ғаламды, жарқырай бер В этот светлый праздник весны от всей души хочу поздравить казахстанцев с Наурызом, пожелать им крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть все наши мечты сбываются. Спортсменам хочу пожелать побольше золотых медалей и лицензий на Олимпийские игры. Вместе мы сила. Занимайтесь спортом и любите свою родину. Наурыз құтты болсын. Наурыз – это праздник весны и обновления. Когда природа оживает, все обновляется, рождаются новые надежды. Мы поздравляем вас с этим прекрасным весенним праздником. Пусть каждый день пробуждающейся весны, каждый солнечный луч приносит в ваш дом счастье и благополучие. Наурыз құтты болсын. Қазақ елі үшін наурыз мерекесі қоғамды біріктіру, халқымыздың
ұлттық бірегейлігі мен мәдени ерекшелігін сақтау. Басқа этнос өкілдері үшін қазақтың әдет ғұрып, салт дәстүрімен таныстырудың жарқын әрі оңтайлы мүмкіндігі. Сондықтан наурыз ойын күлкі, той думанмен шектеліп қалмауы керек. Наурыз мерекесі тәннің ғана емес, жанның да тазаратын уақыты. Ежелден халқымызға тән болған рухани адами құндылықтарымызды қалпына келтіретін мезгіл келген сияқты. Наурыз мерекесінде көмекке мұқтаж жандарға, тұрмысы төмен отбасыларға қол ұшын берсек, бұдан ешқайсымыз кеміп қалмаймыз. Жетімі мен жесірін жылатпаған халық едік қой. Соны ұмытпай қағай. Осы мерекеде әрқайсымыз бір-бір түп көшет отырғызса, небәрі айналасы 10-15 жылда қаламыз бен даламыз жасыл желекке, ну орманға айналар еді. Дұрыс айтасың, Нұрлан. Ендеше құрметті көрермен, келіп жеткен наурыз құтты болсын, ақ, мол болсын. Бауырымыз бүтін, басымыз аман болғай. Жылдан жылға аман сау жете берейік. Әз наурыз құтты болсын. Шығыстан жалын тарады, жер босана жатты будай, күн теңесіп төмен қалады, қалаған сынық құдай. Түркістан тасы ереді-ау көктем, көзіңнің жасы айқау ерке. Наурыз, наурыз, жылы жекелді айқай, сармай, тары көже төгілай, ақтады жайдау айқай. Наурыз, наурыз, жылы жекелді айқай, сармай, тары көже төгілай, ақтады жайдау айқай. Қарасам алты мейрам адамнан келді арай, Жер беті жасыл сайран, сардалы